Жалпы Түркиядан маған ұнайтын заттардың бірі жақсыдан үйрен, жаманнан жирен дейді ғой. Бұларда үйренетін заттар бар біздің қазақтарға. Ең ұнайтын жері бұлар күнделікті коммуникацияда неше түрлі сөздерді қолданады да. Мысалы, үй ақшамлар, күн айдын, үй гежелер, үй күнлар деген сияқты. Сонымен қатар ең қатты ұнайтын бір тағы сөз бар, қолай келсін деген. Бұны амандасудың орнына да қолданады, жалпы сәттілік тілеуге де қолданады. Жалпы адамдар жұмыс істеп жатқан кезде кез келген жұмыс түрі болсын, бұл шаш тараз бола ма, немесе студент сабақ оқып отыра ма, жалпы бір адам ағаш жарып ата ма, соның қасына жақындап келген адам амандасудың бірінші сөзін қолай келсін деп бастайды да. Қолай келсін аби, насылсыңыз деп. Қолай келсін деген қазақшасы тура аударатын болсақ, оңай келсін деген сөз ғой. Жұмысыңыз оңай болсын, оңға баса берсін деген сияқты. Негізі біздің қазақ тілінде ондай сөздер жоқ емес, бар. Негізі ескі әдеби қазақ тілінде бар. Менің өзімнің ауылымда туып өскен Қызылорда облысы Арал ауданы Сексеуіл кентінде адамдар күрекпен далада бір жұмыс істеп, басқа да бір көмір атып, немесе бір ағаш жарып жатса, көшеде кетіп бара жатқан ағалар, таныстар арыма деп өтетін. Арыма бауырым деп. Арыма дейді. Яғни сосын ол арыма деп айтқанға бар бол деп жауап бересің. Яғни арыма деген шаршама деген сөз да. Қолай келсіннің бір түрі да, былайша айтқан кезде түркшедегі. Арыма дейді, сосын бар бол дейсің ол адамға. Яғни бар бол, аман бол, сен де аман бол деген мағынада. Сосын кейін енді Алматы жақта, оңтүстік жақта енді ондай нені көрген жоқпыз. Арыма деп айтсаң түсінбейді, не айтып тұрсың деген сияқты. Сондықтан біздің қазақтың кейбір сондай әдеби сөздерін сондай күнделікті коммуникацияда қолданып үйренуіміз керек. Түріктер сияқты. Бұлардан неміз кем? Біз көп өзімізге қатысты сондай сөздерді ұмытып қалғанбыз, өзіміздің жалпы мәдениетімізді, тарихымызды. Сондықтан қолданып бастауымыз керек.